Сәлем достар, эфирде даналық ойлар айдары. Студияда мен Жанерке Ордабек қызы. Әрдайым есте сақтаңыз, сіздің бейсанаңыз өзінің қайнар көзі әмбебап ақылдың даналығына әрдайым ашық болуы тиіс. Осы даналыққа сеніңіз. Сонда сіз аз қателіктер жіберіп, сау, бақытты, әрі жемісті өмір сүретін боласыз. Кейде үнсіздік ең биік жауап, себебі сөз жетпеген жерде сана сөйлейді. Адам шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, қолға тез түседі. Шала мейір, шала байқайды. Өз пайдаңды емес, ел пайдасын ойла. Өз пайдаң соның ішінде. Достар, егер мен айтқан даналық ойлар ұнаса, лүпіл басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Аман, сау болыңыздар.